өзіне тым көп ожидание қойып қаңтар роботы реальностьқа бір теуіп әкелді ме? Балыңды көріп, ой, менен дым шықпайды, барлығын тастаймын, ешқандай пайда жоқ деп ойлап отырсаң, асығыс шешім қабылдамағаның жөн. Қаңтар роботы финал емес, ол жай ғана тексеріс. Ол сенің қандай деңгейде тұрғаныңды, қай тақырыптан қиналатыныңды және қай пән сені артқа тартып тұрғаның жай ғана көрсетеді. Сондықтан қадалдым деп айту мүлде дұрыс емес. Сен жай ғана қазіргі нүктеңді білдің. Көп жағдайда мәселе адамның қабілетінде немесе интеллектінде емес. Мәселе ретінде біз тақырыптың шашыраңқы оқытылғанын, базаның толық болмауын, дайындықтың жүйелі түрде жасалмағанын және қателіктермен жұмыс жасалмағанын келтірсек болады. Ал бұл түзелетін нәрселер. Қаңтар роботыдан кейін жасалатын ең қауіпті қадамдардың бірі ол дайындықты тастап кету немесе енді бәрібір деп жүру. Бірақ шын мәніне келген кезде сені алда әлі наурыз ұбыты және екі нағыз ұбыты күтіп тұр. Ал уақыт деген жеткілікті, тек оны тиімді пайдалана білу керек. Дәл қазір сенен керегі қаңтар роботыдағы қателіктеріңді талдау, әлсіз болған тақырыптарыңды бөлек шығару және жүйелі жоспар құру. Бұл үш қадамсыз сенің балың ешқашан көтерілмейді. Ал оны жалғыз жасау көп адамдарға қиындық тудыруы мүмкін. Сол үшін біз FM онлайнда дайындықты тест жаттау ретінде емес, нақты тақырыпты түсіну арқылы жүргіземіз. FM онлайн қателіктермен қалай жұмыс жасау керек екендігін көрсететін, әлсіз тақырыптарды қалай көтеруге болатынын және дайындықты нақты жүйемен және нақты бағытпен жүргізетін курс. Егер де сен дәл қазірден бастап дайындығыңды бастап өз нәтижеңді көтергің келсе, төмендегі описаниедегі сілтемеге өтсең болады. Қаңтар роботы сенің финишің емес, ол жай ғана сенің аралық нәтижен. Ал сенің алдағы балың қандай болатыны дәл қазір сенің не істейтініне байланысты. Сондықтан дәл қазір эмоцияны барлығын жинап, оны дұрыс бағытта пайдалануға тырыс. Тағы да пайдалы ақпараттар мен ұбт-ға дайындық эфирлерін жіберіп алмас үшін осы каналға тіркеліп ал. Ал егер видео ұнаса лайк басып, комментарийге өз қаңтар роботы оқиғанмен бөліс. Сенімен бірге болған FM онлайн, алдағы уақытқа сәттілік.